Қыркүйек айының соңғы жексенбісінде елімізде еңбек күні аталып өтіледі. Бұл мереке маңдай терімен еңбек еткен, ел дамуына үлесін қосқан қарапайым еңбек адамдарын ұлықтайтын күн. Елбасымыз өзінің сөзінде Қазақстанда еңбек адамының мәртебесін көтеру басты мақсат. Сондықтан біз үшін жұмысшы мамандығы әрқашан қадірлі болуы керек деп атап өткен болар. Осыған орай арнайы жұмысшылар жылы жарияланып, қарапайым еңбек адамдарын ерекше назар аударылды. Осы игі бастаманы қолдай отырып, Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасы еңбек еткен ер болар атты бейнесұхбатты ұсынады. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз халыққа адал қызмет етіп жүрген, еліміздің дамуына өзіндік үлесін қосып жүрген темір жол саласының қызметкері. Мен Кожамбердина Гаухар Дулатовна. Тасымалдарды ұйымдастыру бөлімінде жетекші инженер болып істеймін. Мен 1994 жылы 99 жылы аралығында Алматы қаласында Тынышпаев атындағы көлік және коммуникация академиясында оқыдым. Одан 2000 жылы осы темір жолға келіп, жұмысымды бастадым. 2001 жылы Верный станциясынан Қарағанөзек станциясына станция кезекшісі болып жұмыс істедім. Одан 2003 жылы осы жылға дейін темір жол бөлімшесінде жетекші инженер болып жұмыс істеймін. 25 жыл темір жол саласында жұмыс істеп келе жатырмын. Бұл мамандықты таңдауымның себебі темір жол енді болашағы мол, елге мақтанып айтатын. Мен өзі жас кезімнен осы темір жолды көру арман болатын болғаннан кейін таңдадым. Енді жұмыста жауапкершіліктер өте көп. Бұл жерде темір жол саласында қауіпсіздікті сақтау бірінші орында тұрады. Тұрақтылық, жауапкершілік. Әрбір жұмыстың өзі қиыншылықтары болады. Бірақ қиыншылық болғанда да бізде аяқ асты, кеш болсын, күндемет темір жол өзі тәулік бойы жұмыс істегеннен бізге кез келген уақытта бізден ақпараттар сұрайды. Соны біз тез уақытылы беруіміз үшін әріптестерім бар, өзім бастығым бар, бәріміз қиыншылықтарды жеңіп еңсереміз. Сондықтан әрбір қиыншылықтың өз шешімі бар деп ойлаймын. Темір жол саласы оңай мамандық емес. Темір жолда өте тиімді және тиянақты жұмысты мемлекет экономиясының тұрақтылығын, қауіпсіздік қамтамасыз етуге және халықтың өмірлік деңгейі мен жағдайын жақсартуға тікелей әсері өте көп. Пойыздардың өткізу қабілетін арттыру біріншіден, екіншіден пойыздар қозғалысына қазір арналған бағдарламалық жасақтаманы жетілдіру. Қазір бізде өзіңіз естіп отырғандай көбейіп жатырмыз, жақсы әр бағытта жолдар салынып жатыр. Сондықтан бізде жұмыс дейтін адамға жұмыс бар. Болашақ жастарға айтам, өзін көрсету үшін, өзін білдіріп, өз деңгейін арттыру үшін темір жол саласы бар мүмкіндік береді. Бізде жастар бағдарламасы да бар темір жолда. Жұмыс тәжірибелерін алмастыру жөнінде шетелге де барып келіп жатыр. Сондықтан біздің темір жол саласына келіп, жастарға жұмыс істеулеріне, өте өз деңгейлерін көтерулеріне де өте ыңғайлы, өте жақсы жұмыс. Темір жол тек адамдарды ғана емес, өңірлерді, қалаларды жалғап тұрған күре тамыр. Онда еңбек етіп жүрген әрбір жанның табандылығы мен еңбегі жастарға үлгі, өскелең ұрпаққа өнеге.